Қайырлы күн, қымбатты көрермендер, сіздермен бірге пайдалы арна каналы. Бұл арнада тек пайдалы ақпараттармен бөлісемін, сол себепті каналға міндетті түрде жазылып қойыңыздар. Бүгін сіздермен 851-ші декларацияны қалай тапсырамыз, соны көрсетемін. Оның мерзімі 20 ақпанға дейін. Яғни 2026 жыл үшін 2026 жылдың 20 ақпанына дейін тапсырып үлгеруіміз керек. Ол үшін біз салық кабинетінің жаңа сайтына кіреміз. Сол жерден ЭЦП-мыз арқылы кіргеннен кейін подать документ дегенді басамыз, және де 851-ші форманы таңдап аламыз. Бірден жылды таңдаймыз және де отчеттың түрін таңдаймыз. Одан кейін астыға қарай түсіп, представление приложение деген жерден 01 дегенді таңдаймыз. Себебі біздер пайдалы қазбалар үшін емес, ауыл шаруашылығында жерді пайдаланған үшін есептілік тапсырып жатырмыз. Енді біз жаңағы жерді пайдаланғанымыз үшін бюджетке налог төлейміз, салық. Сол салықты жазамыз. Ол бізде договорда жазылған болады. Сол договорды ашып, бірінші сумманы көріп аламыз. Сол сумманы теңдей 4 бөлікке бөлеміз. Бірақ менің мысалымдағы адамның договоры осы 2026 жылдың апрель айының 29-ы бітетін болғандықтан, мен бұл жерге тек қана 2-ге бөліп, 2 кварталдың ақшасын жаздым. Яғни договорда 1853 теңге болса, оның жартысы 927, және де оның 2-ге бөлген кезде бір жерге 464, біреуіне 463 теңгеден келеді. Одан кейін астыға қарай түскен кезде добавить строку дегенді басамыз да, осы жерде договорға қарап, барлығын толтырып шығамыз. Кадастровый номер, категория земельного участка. Егер де сіз ауыл шаруашылығында пайдаланатын болсаңыз, онда А категориясын таңдайсыз. Бұл жерде менде Б категориясы белгіленіп тұр. Бірақ сіздер егер ауыл шаруашылығында пайдаланатын болсаңыздар, А категориясын қолданасыздар. Және де иное дегенді белгіледім. Договордың басталған күні, бітетін күні. Қарасаңыздар, бұл кісінің договоры 2026 жылдың 29 сәуірмен аяқталады. Және де жердің қанша екені, оның өлшем бірлігі, мысалға гектар. Одан кейін осы 2026 жылғы МРП-ның мөлшері. Фактически срок пользования 2026-ның 4 айы болғаннан кейін 4 деп қоямыз. Және де қанша налог төлеу керек, соны осы жерге жазамыз да, сохранить дегенді басамыз. Одан ары қарай далее деп отчеттан келесі бөліміне өтеміз. Тағы да бір рет далее деп басамыз. Және де керекті жерге келсемін деген белгіні қойып, өзіміздің местонахождение участка бойынша ОГД-ның номерін жазамыз. Яғни оны біз профильден қарап алуымызға болады. Мысалдағы адам бойынша ОГД по Абайскому району. Сформировать деген кнопканы басып, кішкене күте тұрамыз. Біздің отчетымыз осы жерден шығады. Ары қарай ЭЦП-мызбен қол қойып, отчетты салық органдарына жібереміз. Ашылған парақшадан есептілігіңіздің дұрыс толтырылғандығын немесе толтырылмағандығын тексеріп алсаңыз да болады. Және де редактировать деген кнопкамен осы жерден түзетуге де болады. ЭЦП-мен қол қойып, отчетты ары қарай жібергеннен кейін есептіліктің тапсырылғандығы туралы принято деген статус шығады. Есептілігіңіз толығымен отырғаннан кейін жаңағы уведомлениеңізді осы жерден шығады. Егер ақпарат пайдалы болса, мен қуаныштымын. Арнаға міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар, достар. Назарларыңызға көп рахмет.